Қайырлы күн достар, бүгін қияр қосылған өте дәмді қысқа лечо салатын жасап көрсетемін. Алдағы уақытта жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бұл салатты нанмен жей салсаңыздар да өте дәмді, қыста әсіресе палаумен жесеңіздер болады. Енді салатты бастаймыз. Қызанақты жуып, тазалап, артық жерлерін алып тастап, осылай бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыштан өткізіп болғаннан соң отқа қойып, қызанақты 15 минуттай қайнатамыз. Жақсылап жуылған қиярдың осындай артық жерлерін алып тастап, осылай екіге бөліп турасаңыздар да болады. Жұқалығы міне осындай болу керек. Егер жіңішкелеу қияр болатын болса, екіге бөлмей-ақ осылай дөңгелектеп турай берсеңіздер болады. Қатты қалыңда емес, қатты жұқада емес етіп турайсыздар. Қиярды турап болдық, енді сарымсақты қолмен турап шығамыз. Енді жақсылап жуылған аскөкті керек емес жерлерін алып тастап, ірілеу етіп тураймыз. Өте ұсақтап турамаңыздар. Мен укроп турадым, оның орнына петрушка, базилик немесе басқа да аскөктерін қолдансаңыз болады. Неке қызанақты шамамен 15 минуттай бұрқылдатып қайнатамыз. Өте жай отқа қайнатпаймыз, бұрқылдап қайнауы керек, және қайнатып жатқан кезде осылай қақпағын толық жаппай, осылай видеодағыдай етіп жауып қоямыз. Қайнау барысында арасында осылай араластырып қойыңыздар. Енді 15 минуттай қайнаған қызанақтың үстіне тураған қиярымызды салып, бұрқылдатып 10 минуттай қайнатамыз. Қақпағын осылай толық жаппай, осылай сәл ашып қойыңыздар. Қақпақтарды ыстық суға 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Банкаларды мантоварканың парымен буласаңыздар болады. Банкілерді де булап аламыз. 10 минуттай булаймыз. Қиярды бұрқылдатып қойып 10 минуттай қайнатамыз. Қайнату барысында осылай араластырып тұрыңыздар. Қайнап жатқан салаттың үстіне қант қосамыз. Араластырамыз. Тұз қосамыз. Қанша қосу керек граммдарын описанияға бәрін қалдырып кетемін. Бір ас қасықтай кориандр дәмдеу үшін қосамыз. Араластырып жіберіп, үстіне күнбағыс майын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай 9% сірке суының 4 ас қасығын қостым. Араластырамыз. Одан кейін туралған укробымызды қосып, ұсақталған сарымсақты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді оттың астын сәл баяулатамыз. Қатты отта тұрмау керек. 10 минуттай қақпағын осылай сәл жабыңқырап қойып қайнатамыз. Қайнау барысында араластырып қоюды ұмытпаңыздар. Қайнап болғаннан соң отты өшіреміз. Ыстықтай стерилденген банкілерімізге құйып аламыз. Банкаларыңызды буға 10 минуттай стерилдеп алыңыздар. Ыстық күйінде салатты осылай банкаға құйып шығамыз. Менен барлығы 5 литрдей салат шықты. 2 минуттай қайнатып алған крышкамен осылай жауып қоямыз.
Банкалардын бәріне құйып шығып, бетіне қақпағын жауып қоямыз. Енді закрывашкамен жақсылап қақпағын бекітеміз. Закрывашкамен жауып жатқан кезде жақсылап бекітіңіздер. Бәрін жауып болғаннан кейін төңкеріп, бетін орамалмен немесе одеялмен орап суығанша қалдырамыз. Суығаннан кейін погребке қоя берсеңіздер болады, немесе қараңғы жерге, кроваттың астына да қойсаңыздар болады. Қараңғы, күн түспейтін жерге, шкафтың ішіне қойсаңыздар да болады. Достар, өте дәмді салат болып шығады. Қыста палаумен, кез келген тамақпен жесеңіздер де болады. Құр нанмен жесеңіздер де өте дәмді. Видео ұнаса достарыңызға, группа чаттарға поделиться етіп, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше достар.